Сәлеметсіңдер ме, балалар? Математика сабағы 3-ші сынып, 137-ші сабақ. 134 көбейту 5, 670 бөлінген 5 түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. Сабақтың мақсаты: 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмін үйренесің. Кәне балалар, барлығымыз бірге қосылып айтайық. Математика қызық қой, есептерін сызып қой. Математика үйренсең, озат бала боласың, космосқа да ұшасың, айға барып қонасың. Мұхиттар туралы не білеміз? Жер шарында 4 мұхит бар. Олар Атлант мұхиты, Тынық мұхиты, Үнді мұхиты, солтүстік мұзды мұхиты. Қандай теңіздерді білесіңдер? Теңіздер Арал, Каспий, Балтық, Жерорта, тағы да басқа қандай теңіздерді білетінімізді айта отырайық, балалар. 134 пен 5-тің көбейтіндісін баған түрінде жазып есептейік. Жазамын. Бірінші көбейткіш 134, бірліктердің астына екінші көбейткіш 5. Бірліктерді көбейтемін. 4-ке 5-ті көбейтсек 20, бұл 2 ондық және 0 бірлік. 0 бірліктердің астында жазылады. 2 ондықты есіме сақтаймын. Ондықтарды көбейтемін. 3 көбейту 5, 15. Оған ойдағы 2 ондықты қосамын. 17. Ондық шықты. Бұл жүздік және ондық. 7-ні ондықтардың астына жазамын. 1 жүздікті есіме сақтаймын. Жүздіктерді көбейтемін. 1-ге 5-ті көбейтемін. 5. Оған ойдағы 1 жүздікті қосамын. 6. Жүздік болды. 6-ны жүздіктің астына жазамын. Енді жауабын оқимын. 134 пен 5-тің көбейтіндісі 670-ге тең болды. Балалар, бөлудің қалай орындалғанын қара. 670 пен 5-тің бөліндісі. Жазамын. Бөлінгіш 670, бөлгіш 5. Бірінші толымсыз бөлінгіш 6 жүздік. Бөліндіде 3 цифр, жүздік, ондық, бірлік болады. Жүздіктерді бөлемін. 6-ға 5-ті бөлемін. 1. Қалдық. 1 жүздік 1-ді бөліндіге жазамын. Қалдық жүздікті астына жазылады. Ондықты қалдықтың қасына түсіремін. 1 жүздік және 7 ондық бұл 17. Ондықтарды бөлемін. 17 бөлінген 5, 3. Қалдық. 2 ондық. 3-ті бөліндіге жазамын. Қалдықты ондықтың астына жазамын. 0 бірлікті түсіремін. 2 ондық және 0 бірлік бұл 20 бірлік. Бірліктерді бөлемін. 20 бөлінген 5 тең 4. 4-ті бөліндіге жазамын. Жауабын оқимын. 670 пен 5-тің бөліндісі 134-ке тең болады. Балалар, қазір кітабымыздың 21-ші бетіндегі 2-ші тапсырмаға назар аударайық. Бұл жерде баған түрінде жаз және есепте дұрыстығын тексер. Көбейту мен бөлуге ұқсас мысалдар ойлап жаз, баған түрінде жазып, есепте тексер деген екен, балалар. Қазір орнымызда отырып, осы есепті өз бетімізге шығарып көрейік. Балалар, есебімізді шығарып болсақ, тексеріп көрейік. Дұрыс шығардық па? Тексеріп алайық. Мінекей балалар, есептерді біз өте жақсы шығарып келе жатырмыз. Енді ары қарай кітабымыздың 21-ші бетін аша қояйық. Кітабымыздың 21-ші бетіндегі 3-ші есепке назар салайық. Мұхиттардың тұсындағы өрнектердің мәнін табамыз. Мұхиттарды өлшемі бойынша салыстырамыз, кәне балақайлар. Кәне балалар, мен сендердің есепті дұрыс шығаратындарыңа сенемін. Кәне өзіміз отырып орнымызда өрнектердің мәнін тауып көрейік. Балалар, есепті шығарып болсақ, өрнектеріміздің мәнін тексеріп көрейік. Есепті дұрыс шығардық бекен, кәне балақайлар? Тексеріп алайық. Жарайсыңдар, балалар. Енді осылардың мәнін өсу ретімен қарай ата. Мұхиттардың өлшемі бойынша салыстыр. Ең бірінші қандай мұхит екен, балалар? Тынық мұхиты, сосын Атлант мұхиты, Үнді мұхиты және солтүстік
мұзды мұхит екен балалар. Жарайсыңдар. Енді ары қарай қарайық. Ақиқат пікірлерді белгіле дейді балалар. Ең үлкен мұхит қайсы екен? Қайсы екен балалар? Тынық мұхиты дейік. Ал жарайды, кәне белгілеп көрейік. Ең үлкен мұхит ол тынық мұхит екен. Ал кәне жауабын тексеріп көрейік. Жарайсыңдар балалар, дұрыс жауап бердік. Ең үлкен мұхит бізде тынық мұхит екен. Өте жақсы балалар. Енді балалар, өздерің ақиқат немесе жалған пікірлер құрастырып жазып көрейік. Ақиқат пікірлер және жалған пікір. Және маған WhatsApp желісіне жіберуді ұмытпаңыздар балалар. Балалар, енді кітабымыздың 21-ші бетіндегі 4-ші тапсырманың асын қарайық. Қысқаша жазылу бойынша естеп құрастыр, оны шығар. Бір кемеде 145 жолаушы, екінші кемеде белгісіз 4 есе артық. Үшінші кемеде белгісіз жолаушы. Барлығы 960 жолаушы бар екен. Балалар, ендеше қазір есепті өзіміз отырып шығарып көрейік. Бұл жерде не белгілі? Дұрыс айтасыңдар. Бірінші кемеде 145 жолаушының бар екені белгілі. Тағы да не белгілі? Екінші кемеде 4 есе артық, яғни бірінші кемеге қарағанда 4 есе артық екені белгілі, бірақ қанша екені белгісіз. Тағы да не белгілі? Барлығы 960 жолаушы бар екені белгілі. Біз нені табуымыз керек? Үшінші кемеде қанша жолаушы бар екендігін табуымыз керек екен. Жарайды балалар, уақыт кетті, есепті шығарып көрелік. Балалар, 4-ші есепті шығарып болсақ, жауабын тексеріп көрейік. Екінші кемедегі жолаушылар санын табу үшін біз не істейміз? 145-ті 4-ке көбейтеміз. 145 пен 4-тің көбейтіндісі нешеге тең болды балалар? 580. Дұрыс айтасыңдар. Енді біз табуымыз керек. Балалар, бірінші және екінші кемедегі жолаушылар санын табуымыз керек. Ол үшін біз бірінші кемеде 145 жолаушы болды, екінші кемеде 580 жолаушы болды. Яғни екеуін не істейміз? Қосамыз. 145 пен 580-нің қосындысы 725-ке тең болды. Ендеше балалар, бірінші және екінші кемеде жолаушылар саны 725-ке тең болыптыр. Енді балалар, бізде сұрақ, үшінші кемеде қанша жолаушы бар? Яғни балалар, барлық жолаушылар саны бізде қанша болып еді? 960 жолаушы болған. Азайтамыз. Бірінші кемеде бізде қанша жолаушы болды балалар? 145. Дұрыс айтасыңдар. Екінші кемеде қанша жолаушы болды? 580 жолаушы болды. Яғни жақша ішіне 145 пен 580-нің қосындысын жазып қоямыз. 960 азайту, 145 қосылған 580, жақша ішінде тең, қаншаға тең болады балар? 235-ке тең. Жарайсыңдар балар. Ендеше үшінші кемедегі жолаушылар саны 235-ке тең екен. Үйге тапсырма балалар, 21-ші беттегі 5-ші есепті үйге аламыз. Баған түрінде жаз және есепте. Бүгін сабақта қандай мақсат қойдық? Ол мақсат сабақ барысында қандай қиындықтар кездесті? Ол қиындықтар балалар, мен сендердің бүгінгі сабақтарыңа риза болдым. Барлықтарыңа жарайсың дегім келеді. Қош, сау болыңдар балалар.